Сәлем, бүгін мен өзімнің орыс тілін қалай үйреніп жатқандығым, орыс тілін үйренуге деген бастаған қадамдарым жайлы бөліспекшімін. Жалпы орыс тілін немесе басқа тілдерді білу бұл өте маңызды. Яғни мен ойлаймын, орыс тілі бұл мен үшін ең алғашқы үйреніп жатқан тілдердің бірі болады. Алдағы уақытта өзге де тілдерді үйренуге ниеттенемін. Жалпы не үшін мен орыс тілін үйреніп жатырмын, не үшін бұл маңызды, тек маған ғана емес, басқаларға да маңызды деп ойлаймын. Негізінен мен медицина факультетінің, яғни болашақ дәрігер болғандықтан орыс тілін білу маған өте маңызды. Өйткені мен адамдармен жұмыс жасаймын, маған тек қазақ тілді емес, сонымен қатар орыс тілде өзге ұлт өкілдері де келеді. Солардың дұрыс ақпарат алу үшін, оларға дұрыс түсіндіру үшін, және де соны жеткізу үшін маған орыс тілі керек. Және де қазіргі таңда көптеген интернет желісіне қарайтын болсақ, орыс тілді ақпараттар өте толып жатыр. Кітаптар болсын, видеолар болсын, қазақ тілді ақпараттар енді ғана дамып жатыр. Ал сол ақпараттарды орыс тілінен алып, қазақ тіліне аудару керек. Яғни сол себепті де біз орыс тілін үйрене білу керек. Басқа ұлт өкілдерімен тіл танысу, яғни орыс тілінің маңызы сол өте зор. Медицинада қазақ тілді ақпараттар бар, жоқ емес, бірақтан олар аз. Егерде тереңнен ұғыну үшін тура яғни аудармасын емес, аудармасында кішкене кейбір аудармалардың сөздер мағынасы өзгеріп кетеді, немесе онда дұрыс аудармай жатады, яғни тура аудармалар жиі кездеседі. Сол себепті де нақты түсіну үшін көбінесе орыс тілді ақпаратты алуға тура келеді. Және де қазіргі таңда мен ағылшын тілін енді бастап жатырмын. Орыс тілін бастағаныма 3-4 жылдай болды үйреніп жатқаныма. Яғни ағылшын тілді ақпараттарды алып, жаңағы нелерді, дәлелді медициналық журналдардан соны орыс тіліне аударып оқу маған ыңғайлы. Ең алдымен бірінші курсқа келген кезде менің орыс тілі деңгейім өте төмен болды. Тіпті қалай сөйлесу керек екенін, қалай базовый сөздердің өзін мүлде білмейтінмін. Қателер көп болды. Қателесудің арқасында Аллаға шүкір, кішкене болсын үйреніп келе жатырмын. Және де бірінші курста бізде орыс тілі сабағы 1 семестр бойы болды. Сол кезде бізде топқа бөліп оқытатын, яғни А, Б, С деген сияқты. Но мені Б тобына ауыстырды, және де бірақ онда маған қиыншылықтар болды, бірақ мұғалім жақсы түсіндіретін еді. Бізге үйге тапсырмалар беретін, яғни өлеңдер жаттау, текст жаттау деген сияқты, негізі текст түсіндіру деген сияқты, және басқаларды тапсырмалар беретін. Мен айтқан тексттерді толық жаттап, барынша түсінуге тырысатынмын. Соның арқасында орыс тіл деңгейім дамай бастады. Және де бізде карантин болған кезінде менде мүмкіндік болды кітаптарды оқуға. Орыс тілді кітаптарды өзіме тілге жеңіл деген орыс тілді кітаптардан бастап, үйдегі кітаптардың барлығын орыс тілінде оқып, және де білмеген сөздерімнің аудармасын іздеп, көп диктант жазу арқасында орыс тілі деңгейі дамыды. Ал грамматикаға келетін болсақ, грамматиканы осы ютубта русский по-русскому деген канал бар, ютуб канал. Сол жерде грамматиканы үйрендім. Бірақтан қазірде грамматиканы тоқтатпауға тырысамын, өйткені күнделікті даму үстінде болу керек. Яғни бір рет бастадың ба, соңына дейін күнде жасай беру керек. Өйткені оны сен өз есіңнен шығып кетуі мүмкін, қандай да бір жайттардың әсерінен. Сол себепті күнделікті бұл қайталап отыруды қажет етеді. Енді сонымен орыс тілін үйрену үшін не істеу керек? Бірінші өзіңе ниет қою, алдына ниет ету керексің. Мен орыс тілін үйренемін деген. Оны не үшін үйрену керек екеніңді өзіңге анықтап ал. Яғни саған жұмысқа керек па, немесе өзің дамыту үшін керек па, соны анықтап алу керек. Және де әрекет ете беру керек. Күнделікті әрекеттерінің арқасында кішкене 5 минут, 10 минуттық басында қиын болады, яғни бастап кету, сөйлеу, саған айтуы мүмкін, сен дұрыс сөйлемейсің, сенде қате бар, акцент бар деген сияқты ойлар айтады, бірақ оның ешқайсысына мән берудің қажеті жоқ. Өйткені
егер сен қазір бастамайтын болсаң, саған 5-6 жылдан кейін немесе 1 жылдан кейін де бастау қиын болады. Басқа да проблемалар туындауы мүмкін. Басқа да тілдерді үйренуге тура келеді, жұмыс бар деген сияқты. Сол себепті де қазірден бастай беру керек. Күніне 5 минут, 10 минут солай бастай берсең, ары қарай өзі үйреніп кетесің. Және де акцент жайына келетін болсақ, акцент менде де бар. Өйткені орыс тілі менің туған тілім емес, ол қалыпты норма жағдай. Мен оған басында ұялдым, сөйлемей қысылып, бірақтан барынша сөйлей бергеннен кейін өзіңде құлағың үйреніп кетеді. Ол басқалардың сөзіне де мән бермеу керек екендігін ұғынасың. Сонымен қорытындылайтын болсақ, яғни жаңағы айтып өткен, бірінші ниет ету керек, не үшін үйрену керек екендігін өзіңе анықтап алу керексің. Маған орыс тілін үйрену маңызды ма? Егер мен бүгін дәл қазір бастамасам, кейін болашақта мені не күтіп тұр деген сияқты сұрақтарға өзің жауап ізде. Келесі, күнделікті әрекеттер жасай беру керек, және де көп кітап оқу, диктант жазу арқылы диктант маған көп көмектесті. Және де жаңағы айтқан каналды тіркеліп ал, ондағы видео сабақтарды қарап, өзіңе конспект жазу арқылы орыс тілін үйренесің. Енді мен ойлаймын, осы бір 5-6 жылдан кейін өзім каналымда орыс тілді видеоларды шығарамын деп, медицина жайлы. Сол себепті де сен де қазірден баста алдыңа мақсат етіп қой. Өзіңе сен, қорықпа, басқа біреулердің ойы, сөзі ешқандай маңызды болмай қалады. Себебі бұл өмір сенікі, таңдау сенде бар. Назарыңа рахмет. Мен ойлаймын, саған пайдалы болды деп. Өзімнің осындай кішкене оқиғаммен, тарихыммен бөліскім келді.